Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін бізде 7-ші сабақ rejection block жайында талқылайтын боламыз. Rejection block дегеніміз не? Rejection block дегеніміз екі свечадан құралған, денелері бір зонада орналасқан свеча түрі. Rejection block свеча түрі емес, блок түрі. Значит, rejection block қалай пайда болады? Бізде бірінші бізде бізде rejection block қандай да бір ликвидності шешілген жағдайда пайда болады. Шешілген жағдайда. Біріншісі. Екінші жағдай бізде имбаланстың 50%-ын толтырған жағдайда. 50%-ын толтырған жағдайда пайда болады. Атқаратын қызметі order block сияқты, значит, бізде не істейді? Бағаны ары қарай дальше жібермейді. Значит, бағаны ұстап қалушы. Бізде қолданатын таймфрейм жазып қояйық. 30 минут, 1 сағат, 4 сағат және 1 күндік. Бір күндік таймфреймді қолданатын боламыз. Есем қазір мен сіздерге графикте тауып көрсететін боламын. Кеттік. Бүгін бізде дәл сол қалыптасқан болатын шорт позициясын ұстаған болатынбыз біз. Қараңыздар. Міне. Естеді бізде мына жақта бізде определенный ликвидності шешкен болатын. Міне. Шешілді. Қараңыздар. Екі свечадан құралған дедік, иә? Бірінші ликвидность шешу керек. Ликвидность шешілді, екі свечадан құралды. Міне, денелері қане бірдей зонада орналасып тұр, жасыл мен қызыл. Значит, қайсының фитилі ұзын болады? Біз сол свеча фитилін денесіне дейін не деп аламыз? Блок ретінде алатын боламыз. Иә? Енді үшінші свечаға мән берейік. Үшінші не істеді? Осы бұл зонаға кірді де, и барды резко не істеді? Құлады. Мынау бізде бірінші мысал. Екінші мысал ретінде қазір үсті жақтан қараймыз. Мына жақта міне қараңыздар. Мына жақта біз определенный жақта мына ликвидності шешкен. Иә? Жасыл мен қызыл, иә? Қайсының фитилі ұзын бізде? Қызылдық ұзын, әрине. Қызылдық аламыз да блок ретінде өтіп сызып аламыз. Не істеді баға қараңыздар. Блок ретінде баға осы блоктан ары қарай не істеген жоқ, кеткен жоқ лонгқа қарай. Неге? Өйткені баға мына жерде не істеп қалды? Бізде ұстап қалды. Что дальше жібермей, астыға қарай, шортқа қарай позиция ашуға. Потом тағы да мысал келтірейін. Мысалы, например, мына жерде имбаланстың келесі екінші жағдай бар бізде имбаланстың 50%-ын толтырған жағдайда болады, иә? Мына жақта қарайтын болсақ, қараңыздар. Біздің жақта 1 сағаттық имбаланс бар. Нешеді баға имбаланстың 50%-ына келгеніне толтырған, иә? Толтырған. Дәл сол жерде бізде не қалыптасқан? Rejection block қалыптасқан. Жасыл мен қызыл. Не етеді? Екеулерінің денелері бір зонада орналасқан, иә? Сосын бізде қайсының фитилі ұзын, қызылдікі ұзын. Сол блок ретінде қарайтын болсақ, қараңыздар. Не істеді баға? Осы зонаға кірді, и обратно осы зонадан не істеді? Дальше қарай құлады. Бұл бізде шорттар. Қараңыздар, егер rejection block бағаның үстінде орналасатын болса, значит біз сол зонадан шортқа кіретін боламыз. Ал егер rejection block бағаның астында орналасқан жағдайда біз лонгқа кіретін боламыз. Енді сізге лонгтың мысалын келтіремін. Мысалы, лонг бізде нәтіміне қараңыз. Значит, бізде не істеді? Баға определенный ликвидності шешкеннен кейін бізде rejection block пайда болған. Міне, rejection block пайда болған, қызыл мен жасыл свечасы көрдіңіз бе? Денелер бір зонада орналасқан, иә? Қызылдың несін аламыз, алған кезде сызамыз. Не істеді баға?
режим пайда болды, одан кейін лонгқа қарай кетті, обратно осы режим блокқа келді, тиді, и обратно силбаға лонгқа қарай ұшқан болатын. Осы бүгін бізде осы режим блок жайында бізде сабақ аяқталды. Нақты қысқа да нұсқа сіздерге түсіндірген болатын. Келесі сабақта кездескенше.